ислам дінінде лағнет айту ол жақсы іс емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде бүйтіп айтады. Бір хадисін бүйтіп айтады. Шыншыл адам ешқашан лағнет айтпайды дейді. Басқа хадисте лағнет айтушылар қиямет күнінде оларға ешкім шапағат етпейді, және де олар шахидтік дәрежеге жетпейді дейді. Олардың шахидтің сауабы болса, шахидтің сауабы қабыл алынбайды дейді. Самура ибн Джундуб радиаллаху анхудан келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Алланың лағнеті болсын саған, Алланың азабы болсын, Алланың тозағы болсын деп айтпаңдар дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: иман келтірген адам ешқашанда таан болмайды. Таан дегеніміз ол адамның намысына тиетін адам, намысына тиетін адам. Лағнетшіл болмайды, және де күнәһар болмайды, және де бәди болмайды дейді. Бәди дегеніміз не? Шындықты айтады, бірақтан айтып жатқан шындығын барлығы күнә дейді. Сол себептен де құрметті жамағат, мына лағнет айту деген нәрсе ол құпталатын іс емес. Лағнет айтқанша өзіңе дұға қыл. Аллах тағала дұғаңды қабыл етеді. Ол өзіңе пайдалы. Және де бір залым адам саған зұлымдық жасаса, сен бірінші дұға қыл өзіңе. Өйткені сенің дұғаң қабыл болады. Мазлумның дұғасы қабыл болады дейді шариғатымызда. Ал залымға сен лағнет айтсаң, өзіңе де пайда тимейді, бірақ ана залымға зияны тиюі мүмкін.